Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын фунчоза салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керекті заттар: құс еті, фунчоза, соевой соус, томатная паста және де приправа. Мен шашликтің приправасын қосам. Бір жуа сәбіз және де қызанақ пен қияр қосатын боламын. Ең алдымен етімді осылай майдалап турап, морковы мен жуанның формасын осылай алдын ала дайындап қойдым. Енді қазанға майымызды құйып, ең бірінші жуанымызды қуыратын боламыз. Жуанымыздың үстіне морковымызды салып бірге қуырып аламыз. Үстіне етімізді салып, томатын, дәміне қарай тұзын, приправасын салып, бәрін бірге жақсылап қуыратын боламыз. Неки салатымыздың тұздығы күшті болып қуырылып жатыр. Енді ішіне аздап су құйып, орташа отта 10 минутқа бұқтырып аламыз. Тұздығымыз дайын болғанша қиярымыз бен қызанағымызды турап дайындап аламыз. Неге бәрін турап дайындап алдық. Енді фунчозамызды қайнап тұрған суға 5 минутқа қайнатып сүзіп аламыз. Неге дайын болды. Дайын болған фунчозамызды мен бөлек ыдысымызға салып жатырмын. Дайын болған фунчозамыздың үстіне дайындап қойған тұздығымызды салып, бәрін бірге араластыратын боламыз. 2 қасық соевой соус құйдым мен. Үстіне огурцы мен помидорын саламыз. Бәрін бірге жақсылап араластырып, ысылай жесеңіздер, өте дәмді болып шығады. Тамақтың орнына да жеуге болады бұл салатты. Керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.